paraliz alып, үнсіз алып, суатылау қаралым. Бетім аузым қысайып кетті. Тілім байланып қалды. Бас ісімейді. Соның қарауында өзі 10 күн жаттым. 10 емдеді. Сосын направление Ақтауға жіберді. Оның Ақтаудан келгесін тағы Ақтауда 10 күн жаттым. Тағы келгесін 15 күн жаттым. Уже мен сол кісінің қарауында болдым. Қашан тәуір болып кетті. Енді біз сіздің әкеңізді емдеді деп естідік, сол туралы айтайық. Мен де әкемді емдедім. Ол да қатаң жатты. Соны емдеді. Бірақ әкеміз тәуір болып кетті де, сол айтқыздың өзі ауырып қалды. Осы енді әкеміз енді енді боласын азап алып, інімді астыңа атпен кезем тәуір болдым ой деді. Сөйтіп жүргенде айтып өзі ауырып қалды. Ол қалай ауырғанын білмеймін. Сосын енді қатаң жатыр дегесін, енді әкеміз жетіп бар, ағам бар. Екеуміз мен мәшемін айтқыла бардық. Әкеміз азаршыдан айтты. Енді дәрігердің қатаң жатып қалғанына қиналып енді. Мен де дәрігерім, ана дәрігер. Сол кезде жо-жоқ болды ғой. Өзі де онда да болды. Мен дәрігерім солардан. Осын енді біздің тәуір болып кетсем деген бір адам айтқан бір жылғым бар. Соны алып келдік деді. Оны жылғын неғазын жағынан ауырды дағым. Соны келіп сол жылғының бәсін беріп, соны аз ақылдық айтыр. Сосын көп жыл болды. Атайым марым дүниеден кетті ғой. Бәрінде басында енді болдық. Бірақ та не байды? Артық қайырды болсын. Енді жақсы заманда ұлы бар, қызы бар. Өзіңді қой жетіп қалған кезде дос сол. Әкеңнің жолын қуып, сондай дәрігер болды. Енді мен енді 70-ға кеттік қой. Біздер кетерміз. Сол біздер кеткенде емде. Біздерді. Қандай ем жүргізді? Қандай ем жүргізді? Сізге қандай ем жүргізді? Қандай құралдармен жүргізді? Бұл құрал қайдам дейік. Ондай құралдарын қайдам дейік. Оны емдерін де білмейміз. Медицина түсінбейміз, бірақ айтыр. Аяққа тұрғыз жағасын ақып келеді ғой. Қалай емдеген. Мұсылман жүріп, сөйтті мен емдеген жоқ. Бар дәрі препараттарын беріп емдеді ғой. Сіз енді осы дәрігерге қалай ризашылығыңызды білдіре аласыз? Дәрігер, әсіресе біздің Қазақстанда медицина күшті ғой. Осы былтыр инсульт алып қалдым. Қазір жеп жүремін, тілінің біліп қалды. Сол Ақтауға барып еміп шықтым ғой. Қалада инсультіде, бөлімде 12 күн жатып шықтым. 12 күн 14 күн жатып шықтым. Қой біздің дәрігерге айтатын сөзі біздің дәрігер бәрі күшті. Кемі жоқ. Ой бәрі тек деп. Алтын уақытыңызды бөліп бізге осындай керемет сұхбат бергеніңізге рахмет, сау болыңыз. Бірақ